Ербол қайда? Ербол, жұмыста ғой. Сәкен көрінбейді ғой. Бұл далада жүр. Сен менің ауруым жиелеп кетті. Сол жағым үйге береді. Шаман айтпай жақсы жоқ. Олай деме. Арақ қойдым. Ішпей. Сен қанша рет өстіп айттың? Сен жұма. Мен сенем ғой. Бірақ өзің сенбейсің ғой оған. Шын айтам. Қойдым. Құрысын. Ана Ербол Ерхатпен егісіп, бір бәле көрінбасын. Жоқ. Ербол. Айбырға арыз жазып қойды. Жалғыз мәшинені картаға салдым. Ертең мына үйді де саудаға қоймасына кім кепіл? Келге қадырың қалған жоқ. Балаларыңды сыйлаудан қалады. Сен әкемесің. Осы үйдің тірегі болуың керек. Қаршада Ерболдың мойнына бар ауыртпашылықты артып қойдық. Үйленетін уақыты да өтіп бара жатыр. Бізге артындағы екі бауырына қарайласып жүр. Оны түсінетін сен жоқ. Кешір. Кешір. Ей, сен үйде тұрмайтын болдың ғой жүзді, а? Мен ауданға апарып тасташы. Қазір уақыт жоқ, кешке апарып тастайыншы. Кешке емес, маған қазір бару керек. Ауданға неге барғыштай бересіз? Жұмысың болмасын. Ана сиырдың жоғалғанынан міне бірнеше күн болды. Соны іздемейсің бе? Сол сиырды сатайық, машинаның кредиті бар деген кезде көнбедіңіз. Ән? Қасқырға жем болды бекерге. Жағың қарсы. Сенің кредитің пәле келді бұл үйге. Ана 5 тауықтың 4-еуін ит жеді. 10 жыл сарқырап тұрған жер құдық, суалып қалды сенің кредитің келгелі. Пәле кірді бұл үйге. Бар ақшамызды алып отырсын ұялмай қызармай. Енді ана сиыр жоқ. Сенің кредитің бір күні біздің басымызды алып тынар. Бол, келесі дүйсенбі орталыққа барам да жауып тастайын. Жауып тастаймын. Ақшаны қайдан алдың? Кісі тонадың ба? Мен кісі тонамаймын. Адамдар өздері алдын алып келеді. Шикінай, ә? Сиырды ұрлап, сатып жіберген сен емессің бе осы? Сен жұқпастан шығады ол. Мен ауданға бармайсың ба? Такси толып тұр ғой. Таксимен барасаңшы. Мамым қайда болса? Үйде тамақ бар ма? Кредит деген бәле адамды оңдырушы еді.